Мына етікші сөреде тұрған бір қызыл бүйгөкше аяқты алып, мынадай дәу аяқты киген қатындар денсаулық бары ұзайды деп ойлап, бүйгөкше аяқты киіп қалса, өзінің түрі бүйгөкше аяқтың иесінің түріне өзгеріп кетеді. Әсілі бұл етікші кімнің аяғын кисе, соның түріне өзгеріп кететін болып, яғни шалдың аяғын кисе шалға, өлген адамның аяғын кисе өлген адамға өзгеріп кетеді екен. Тегінде бұл етікшінің аты Бұйрабас болып, кімнің аяғын кисе, соның түріне өзгеретін қабілеті жоқ болатын. Яғни әдеттегі қарапайым бір етікші болып, әкесінен қалған етік жамайтын бұл дүкенді 20 жылдан бері ашып, қалт-құлт етіп жанын бағып жүріпті. Бір күні дүкенге бір аққұбаша жігіт аяқ жаматқалы келіп, Бұйрабас оның аяғын шешіп жатып, қолындағы сағатына қараса, ана аққұбаша жігіт оған мақтанып, сағатыма жақсырақ қарап ал, бұл сағаттың біреуін сатсам, сенің мынадай дүкеннен үшеуін сатып алам. Үйде бұндай сағаттан бір жәшігі жатыр деп, кетерінде Бұйрабасқа аяғымды бүгін кешке дейін жамап қоймасаң, дүкеннің тасталғанын шығарам деп жолына түсіп, өзіне әурешіл тауып алғысы келмеген Бұйрабас басқа аяқтарды қоя тұрып, жаңағы жігіттің аяғын жамауға кірісіп, жамап жарымына келгенде қырсыққанда аяқ тігу машинасынан көк түтін шығып бұзылып, амал таусылған Бұйрабас қамбаға түсіп, бұл арадағы әкесінен қалған ескі аяқ тігу машинасын шығарып, әрең зорға аққұбаша жігіттің аяғын тігіп болып, демалып отырғанда аяқтың қымбат бағалы екенін әрі нөмерде өз аяғына тура келетінін көріп, киіп сынап көрейін деген ойға келгендіктен аяқты киіп қалғанда, ал тіпті де көп қазақша киноларды көрмекші болсаңыз, сол жақ аяқ жақтағы жалғанымды басып, шалқар кескен деталын түсіріп алып көрсеңіз болады. Бұдан қорыққан Бұйрабас дереу аяқты шешкенде өз қалпына қайта келіп, сірә не болып кеткенін түсіне алмағандықтан, жаңа көзіме елес көрінген ұқсайды деп ойлап, ойына көз жеткізу үшін аяқты тағы бір рет кисе, тағы да аққұбаша жігіттің түріне өзгеріп, түрін бұлай қойғанда тістері де алтын тістерге дейін өзгерген екен де, неғып бұлай болғанын түсіне алмаған Бұйрабас ойлана келе, бұл аяқты қамбадағы көне аяқ тігу машинасымен жамағандығын есіне алып, тағы да бірнеше аяқ киім алып келіп, көне тігу машинасымен тігіп, сол аяқтарды киіп көрсе, әр аяқты киген сайын сол аяқтың иесіне түрі өзгеріп, бұндай керемет құпияқты байқағанда Бұйрабас қатты қуанып, содан кейін күндері аяқ тіктіруге келгендердің аяғын шетінен киіп, шетінен олардың түріне еніп, ойына келген түрлі істерді істейді. Бір күні дүкеніне бір сұлу әйел күйеуінің аяғын жаматқалы келіп, аяқ тастап кеткенде, Бұйрабастың ойы бұзылып, сол күні кеште сұлу әйелдің күйеуінің аяғын киіп, оның күйеуінің түріне өзгеріп, сұлу әйелдің үйіне қарай беттейді.